Негізі біреуден көмек алу деген жаман нәрсе қажекеле. Біреуден көмек алу деген сөз почти құрыдың деген сөз ғой. Тіліңді байлайды, дұрыс айтасыз. Тіліңді байлайды. Қолыңды да байлайды, тіліңді де байлайды. Ақиқат басқа жақта тұрады, бірақ анадан бірдеңе алып қойғансың да. Сонымен сенікі де дұрыс, сенікі де дұрыс деп қоясың да. Дұрыс емес деп айта алмайсың, ана өйткені алып қойғансың ғой бір кездері. Көрдіңіздер ме? Сол үшін лажы болса қажекелер, ешкімнен ештеңе алмай өмір сүрген бұл хайырлы болады негізінде. Мұсылманның абыройы ешкімнен ештеңені сұрамауында дейді. Жабырайыл періште пайғамбарымыз айтады. Ал дәрежесі түнгі намазында дейді. Сұрадың, құрыдың дейді. Имам Ғазали айтады, біреуден бірдеңені алдың ба, кішік болдың дейді анаң алдында. Кішік болып қала бересің қажекелер. Тем более мына заман адамдар міндетсінеді саған. Сен жұмысқа тұрғызып беріп едің ғой, не қып кеттің ба деген сияқты. Неше түрлісін айтады. Сен кімнің арқасында не алғанын білесің ба? Олар сіздердің кейбіреулеріңіздің өмірлеріңізде өтіп жатыр өткен нәрсе. Сіздерге жақсылық істеген кейбір адамдар міндетсініп жатыр өткен қажекелер. Қызмет бойынша, басқа ақша бойынша. Бірақ зато көресіңдер де қажекелер. Өмір ғой, бәрін көре бересің, күшті кімнің кім екенін бүйтіп, деп қойып жүре бересің, птичка қойып қоясың былай. Негізі біреуден көмек алу деген жаман нәрсе қажекелер. Біреуден көмек алу деген сөз почти құрыдың деген сөз ғой. Тіліңді байлайды, дұрыс айтасыз. Тіліңді байлайды. Қолыңды да байлайды, тіліңді де байлайды. Ақиқат басқа жақта тұрады, бірақ анадан бірдеңе алып қойғансың да. Сонымен сенікі де дұрыс, сенікі де дұрыс деп қоясың да. Дұрыс емес деп айта алмайсың, ана өйткені алып қойғансың ғой бір кездері. Көрдіңіздер ме? Сол үшін лажы болса қажекелер, ешкімнен ештеңе алмай өмір сүрген бұл хайырлы болады негізінде. Мұсылманның абыройы ешкімнен ештеңені сұрамауында дейді. Жабырайыл періште пайғамбарымыз айтады. Ал дәрежесі түнгі намазында дейді. Сұрадың, құрыдың дейді. Имам Ғазали айтады, біреуден бірдеңені алдың ба, кішік болдың дейді анаң алдында. Кішік болып қала бересің қажекелер. Тем более мына заман адамдар міндетсінеді саған. Сен жұмысқа тұрғызып беріп едің ғой, не қып кеттің ба деген сияқты. Неше түрлісін айтады. Сен кімнің арқасында не алғанын білесің ба? Олар сіздердің кейбіреулеріңіздің өмірлеріңізде өтіп жатыр өткен нәрсе. Сіздерге жақсылық істеген кейбір адамдар міндетсініп жатыр өткен қажекелер. Қызмет бойынша, басқа ақша бойынша. Бірақ зато көресіңдер де қажекелер. Өмір ғой, бәрін көре бересің, күшті кімнің кім екенін бүйтіп, деп қойып жүре бересің, птичка қойып қоясың былай.